Баршаңызға сәлем. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі қарсаңында Наурыз көже дайындаймыз. Еліміздің әр өңірінде, тіпті әр үйде мерекелік көжені дайындау әдісі әртүрлі болғанымен, оның ортақ қағидаты қосылатын дәмдердің саны 7-ден кем болмауы шарт. Наурыз көженің дәмді шығуы сорпасына байланысты. Сондықтан қыстан қалған етті ұзақ уақыт баппен шамамен 2-2,5 сағат көлемінде қайнатамын. Бір қайнатып алған соң көбігін аламыз. Перловка ұзақ пісетіндіктен ет шамамен пісуге жақын қалған кезде сорпаға қосамын. Етіміз жұмсақ болып піскен соң қазаннан түсіріп аламыз. Содан кейін сорпаға туралған картопты қосамыз. Кей өңірлерде наурыз көжеге картоп қоспайды, бірақ маған өте қатты ұнайды, дәмі ерекше болып шығады. Содан соң дәнді дақылдардың бірі ретінде күріш қосамыз. Күріш пен картоп піскен соң тары мен мейізді қосып 5 минут қайнатамыз. Бәрі дайын болған соң етімізді турап сорпаға қосамыз. Қазақтың ұлттық тағамдарының көбісі сүттен жасалады, сондықтан ақ мол болсын деген ниетпен көжемізге айран қосып, дастарханға ұсынамыз. Наурыз мерекесін наурыз көжесіз елестету мүмкін емес. Қымбатты достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, барша жанұяға шаттық пен береке бірлік тілеймін.